Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы қазақи нақыштағы сумканың формасын шығарған болатынмын. Енді сол сумканың қалай шыққанын бірге көретін боламыз. Ыдысқа су құйып гипс салып араластырып қатты сұйықта қоюда болмау керек. Манағы формамызға құятын боламыз. Формамызға құйып, бетін тегіс шатпен жауып, жақсылап шайқайтын болсақ, бір тегіс болып жағылатын болады. Дәл осылай екінші слойын құйып, бетін тегіс шатпен жауып, 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Он 15 минут уақыт өтті. Менің формамды жайлап асықпай ашатын боламын. Жан-жағын көтеріп ашатын болсақ, жақсы шығатын болады. Менің копилкам жақсы болып шықты. Форманың өзі де міне 3D болып әдемі болып шықты. Формамызға чехолды кигізгенде мұқият қараған жақсы, себебі бір жері қисық болса, копилкамыз қисық болып шығатын болады. Мен копилкам кепті барлығын бір түске бояп алып, әртүрлі ручкасын әртүрлі цветкен бояуға болады. Мен аналарды акрил краскамен краскіледім, бауларын алванның краскасымен жасадым. Бұда енді акрил краскамен краскілейтін боламын. Бауын да копилканың өзінде. Менің қазақи нақыштағы сумкам дайын болды, бір түске боялды. Енді мен акрил красканың бронзовый түсімен ручкасын бояйтын боламын. Оюларында қандай түс болса да өзіңіздің ұнаған түсіңізбен бояуға болады. Мына бронзамен де бояса болады, алванның золотысымен де бояса да болады. Әдемі көрінеді. Қазақи нақыштағы сумканы тойбастарға, тойларға ұсынуға болады. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.